Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Апталық болжам бізде келесі апта тоқты белгісіндегі жандар үшін 21 қараша мен 27 қараша аралығында бізде жоғарыдағы екі карта бұл аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Бізде дурак, старший аркан, нулевая карта және де луна. Осы аптада бір жаңа бастамалар, ойламаған жерден жаңа істер, жаңа жұмыстар, бір жаңа нәрсемен айналысуыңыз мүмкін. Өзіңізге таныс емес, немесе ойламаған жерден жұмыс ауыстыруыңыз мүмкін. Бір жаңа бастама бар. Луна старший аркан, және де бір ойламаған жерден барлық басталып кеткеннен кейін луна сырт әңгіме, жаңағы әңгіменің ортасында болуыңыз мүмкін, яғни звезда болуыңыз мүмкін, яғни жаңа бастама бастағаннан кейін, жаңа іспен айналысқаннан кейін көре алмайтын адамдар бар, әңгіме қылатын адамдар бар, яғни сіз жайлы әңгімелер айтуы мүмкін. Бірақ екеуі де старший аркан, жаңа бастама болсын, жаңа іспен айналыссаңыз да, бұл жақсы жағынан өте. Келесі бізде аптада орын алатын жағдайлар, аптаның басында императрица және де паж жезлов. Бұл жаңа бастамаңыздың, жаңа ісіңіздің жаңағы қаржылай жаңағы еңбегіңіздің ақысы өте жақсы болады, және де бұл жұмыстан өсу бар, және де жұмысқа байланысты немесе қыдырып бір жол жүруіңіз мүмкін. Іс-сапарға шығуыңыз мүмкін, және де аптаның басында бір махаббатқа толы жақсы уақыт, екінші жартыңызбен жақсы уақыт өткізесіз, өзіңізге бағалы зат, бағалы сыйлық алуыңыз мүмкін. Өте қаржылай жақсы апта, ақша жағынан аптаның басында, аптаның ортасы және аптаның аяғында да пентакль түсіп тұр, яғни қаржы жағынан жақсы мүмкіндіктер бар. Келесі аптаның ортасы смерть старший аркан. Аптаның ортасында бір кардинальный өзгеріс болады. Білмеймін, бір нәрсемен қоштасып, бұл бизнесіңіз, бұл ісіңіз болуы мүмкін, бұл жұмысыңыз болуы мүмкін. Бір нәрсемен қоштасып, жаңа бір нәрсені жаңағы өзіңізге аласыз. Немесе бұрын араласып жүрген жаңағы адаммен араласпай қалып, жаңа бір таныстар табасыз. Жаңағы бір нәрсемен жіберіп қоштасу, жаңа нәрсені қабылдау деген сөз. Келесі бізде пятерка пентакль, аптаның ортасында біреуге қаржылай көмек бересіз, жаңағы біреуге көмектесесіз. Келесі аптаның аяғы король пентакли, королева чаш. Енді бір аптаның көлемінде де пентакльдар түсіп тұр, яғни ақшалы боласыз, апта ақшалы, жалақыңыз түсе ма, ойламаған жерден ақша түсуі мүмкін, жаңа бастамаңыздың қаржысын алуыңыз мүмкін. Жаңа пентакль ақшаға байланысты бір мәселелерді шешесіз, ойланасыз, жаңағы жаныңыздағы біреумен ақылдасуыңыз мүмкін. Анаңыз ба, құрбыңыз ба, сіңіліңіз ба, жаңағы қаржыға байланысты бір мәселелерді шешуде ақылдасу бар. Келесі двойка пентаклей. Так, ақша жақсы болып жатыр екен деп, оңды-солды ақшаны шашатын апта емес. Кішкене ақшаға контроль жасау керек өз-өзіңізге. Бағалы зат алу керек екен деп, қымбатын алып, жаңағы ақшаңыздың бәрін шашып тастауға болмайды. Жаңағы қалай айтсам болады? Күнделікті өмірге де, жаңағы өзіңізге де бағалы зат алуға да кішкене қаржыға қарап, контроль жасау керек. Яғни аптаға берілетін кеңес двойка пентакль, екі істің, екі жұмыстың арасында бір шешім қабылдауға тура келеді. Жаңа бастама, және де қаржыға ұқыптылықпен қарау керек аптада. Жаңа сауатты түрде барлығын жасау керек. Ақша келеді, жақсы болады осы апта, алдымыздағы апта, бірақ қаржылық сауаттылығыңызды пайдаланып, жаңа қаржыны дұрыс пайдалана білгендеріңіз дұрыс. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен кездескенше лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар.